Осы диктофонға, осы модель осындай драйвер қондырамыз ғой осыған. Olympus VN 480 PS деп тұрады артында. Міне мынау. Так, Olympus Digital Wave Player деген драйверді қондырамыз и программасын қондырамыз. Ол үшін мына екеуін скачать етіп аламыз, осы екеуін ссылкамен скачать етіп бастайды. Екеуін де скачать етесіз. Сосын ол Windows 10, 11, 7 XP бәрі жасайды. Бәр жерде жасайды. Так, ең бірінші мынаны скачать еттік бе? Біріншісін мынау. Енді соны извлечь етеміз. Распаковка жасаймыз. Соның ішіне кіреміз да, так, setup дегенді басамыз. Сосын установить русскую версию дегенді. Exit'тің үстінде. Сосын далее дегенді басамыз. Да дегенді басамыз. Далее. Сосын да дегенді басамыз. Далее. Далее. Готово дегенді басам. Содан кейін ең жоғарысы осы әлі сол папкадеміз. Міне, жаңа извлечь еттік қой. Сол папкаде Digital Wave Player Update 2014 деген бар. Соған кіреміз. Сосын Vista плюс AMD дегенге кіреміз. Сосын мына RU деп тұр ғой соңында. Осыны басамыз да қондырамыз. Так, далее. Готово. Болды. Так, келесі диспетчер задача кіреміз да, автозагрузки кіреміз. Сол өшіріп істейміз. Device детектор 3 дегенді отключить дейміз оң жақымыз автозагрузкінің ішінен. Сосын енді digital оң жерге жазамыз digital player деп. Поискке, өш жерге. Digital player деп, міне. Осыны қосып жібереміз. Сосын USB-ді обязательно қосамыз. Жаңағы диктофон бар ғой, диктофон. Аты осындай. Digital Wave Player болып тұрады аты. Оны поискке жазсаңыз болады, өстіп та. Поискке сол кезде табылады. Мына просто экранға шығарып, мынау қондырғаннан кейін. Сосын папкасы осы қазір папкасында көрсетем. Так, бірінші мына программа Крик уже USB-ді саламыз жаңағы диктофонға. Сосын мына жерде папка диктофон шығады. Так, USB-ді диктофонға саламыз. Сосын мынандай шығады астында осындай. И мысалы мына жерде басамыз, папка А дегенді басамыз. Егер ішінде 2 файл бар болса, онда осыны алсақ болады. Қалғандарын тексерсек болады. 0 файлов, 0 файлов и 0 файлов деп бір. Қай жерде 2 файл, 1 файл деп тұрады ғой. Онда соған барамыз да, соған оң жақ мышканы басамыз да, загрузить папку дегенді, А дегенді басамыз. Сол кезде ол мынаққа құйылады үш жерге. Мынадан мынаған құйылып кетеді файлдар. 2 файл бар ғой мынаның ішінде. Мынаған құйылып кетеді ішінде. Мына жерде play бассаң, мына жерде не мыналарды уже құяды ғой, ұзақ құяды. Сосын мыналарды play басып, не істесең болады, стоп, play, тыңдасаңыз болады үш жерде. Енді осыларды қай жерден алып алып, мысалы WhatsApp-қа біреуге жібергіңіз келеді, оны қай папкаде болады десеңіз, мына загрузить дейсіз бірінші да, папка загрузить дейсіз. Содан кейін ұзақ не істейді, компьютерге құяды. Ол деген мына папканың ішінде болады. Путь міне осындай. Пользовательге кіресіз, сосын пользовательдің несін ат жөні, сосын документске кіресін. Міне мақта ғой, міне документы дегенге кіресін, документы сол жақта. Сосын digital wave, сосын message, сосын міне pap folder, папка, жаңағы екеуі бар ғой. Жаңағы екеуі міне. Осы екеуі міне сол. Мына жерде мысалы біреуге WhatsApp-қа біреуге жіберсеңіз болады. Мынау деген загрузить папку А деген ол компьютерге, диктофоннан компьютерге құяды деген ғой.